Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді кепсе тауық қанаттарының жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар тауық қанаттары, су, имбир, сұйық май, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка және тұз. Ең алдымен тауық қанаттарының артық жерін алып тастаймыз. Видеодағыдай екіге бөліп аламыз. Барлығын осы видеодағыдай қайталап шығамыз. Тауық қанаттарын дайындап алдым. Ендігі кезекте тұзды саламыз. Қызыл бұрышты саламыз. Оның үстіне паприканы саламыз. Қара бұрышты саламыз. Имбирді саламыз. Сұйық майды құямыз. Үстіне салқын суды құйып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа қоямыз. Келесі жасайтынымыз кляр дайындаймыз. Онға тұз бен паприканы салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң маринадталған тауық қанаттарын осы дайындап алған клярға саламыз. Тауық қанаттарын құрақ массаға жақсылап араластырып, аунатып аламыз. Ендігі кезекте сұйық клярды дайындаймыз. Жұмыртқаға тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң суды құйып, тағы да араластырамыз. Онды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығады. Сонан соң тағы бір ыдысқа ұнды салып, дайындап қоямыз. Ендігі кезекте қызып тұрған сұйық майда тауық қанаттарын пісіріп аламыз. Майды міндетті түрде қатты қыздырып аламыз. Ең алдымен тауық қанатын сұйық клярға батырып аламыз. Сонан соң ұнға жақсылап аунатамыз. Қызып тұрған майға салып, қызартып, пісіріп аламыз. Өте оңай жасалады, ешқандай қиындығы жоқ, арасы толықтай пісіп шығады. Піскен тауық қанаттарын қағаз сүлгіге саламыз. Тауық қанаттарын бірінші сұйық клярға, сонан соң ұнға барлығын осылай қайталап пісіріп шығамыз. Мінекей достар, кепсе тауық қанаттары дайын. Өте дәмді болып шығады. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, толықтай пісіп шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өте оңай жасалады, сіздер де жасап көріңіздер. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.